Сәлем достар, каналыма қош келдіңдер. Бүгінгі айтатын тақырып қыс мезгіліндегі шаш күтімі. Шаш адамның көркі десек те, қыста бөрік пен орамалдың астында жасырулы шашымызға аса мән бере бермейміз. Ал шын мәнінде бұл маусымда шаш ерекше күтімге зәру болатынын ескеріңіз. Бұл кездегі даладағы аязды күннің және бөлме ішіндегі құрғақ ауаның, тіпті бас киімнің де шашыңызға жағымды әсері бола қоймайды. Бұған қоса маусымдағы витаминдердің жетіспеушілігін де қосып қойыңыз. Сондықтан шашыңыздың сау әрі әдемі күйін сақтау үшін оған арнайы күтім жасау керектігін жөн көріңіз. Витаминдер қабылдаңыз. Ағзамызға қыс мезгілінде әсіресе омега-3 май қышқылдары, протеин, кальций, мырыш, витамин мен микроэлементтер сияқты пайдалы заттарға зәру болады. Бұларды майлы балық, сәбіз, бұршақ, жаңғақ, құс еті, жұмыртқа, сүт өнімдерінде де көптеп кездеседі. Шаш түбіндегі қан айналымын жақсартыңыз. Қыс кезінде суықтың әсерінен қан тамырлары тартылып, бас терісіне қажетті заттар жеткізілмейді. Осылайша шаш түбінен әлсіреп түсе бастайды. Мұның алдын алу үшін трихологтар аптасына бірнеше рет бас терісіне және мойын омыртқасына массаж жасауды кеңес береді. Бас терісі мен шашты ылғалдандырып тұрыңыз. Көбірек таза не минералды су ішіңіз. Шаш күтіміне арналған құралдарды ауыстырыңыз. Қыс мезгілінде шаш қорғайтынына байланысты бұрын пайдаланып жүрген құралдарды енді сізге кері әсер тигізуі мүмкін. Әдетте бұл кезде шаштың түбі майланып, ал ұшы құрғақ болады. Сондықтан барынша жұмсақ, құрамында бояғыш заттар, парабендер мен силикондар жоқ шампуньді қолданыңыз. Аптасына бірнеше рет нәрлі әрі қалпына келтіруші маскаларды жағыңыз. Олардың құрамында В1, В5, В6 және эфир майлары, протеиндер, амин қышқылдары болуы керек. Масканы суланған, бірақ жақсылап сығылған шашқа жағып, пленкамен қаптаңыз да жылы сүлгімен орап қойыңыз. Кемінде 15 минут ұстаңыз. Шаюды қажет етпейтін сары суларды пайдаланыңыз. Сары сулар шашқа қажетті белсенді құрамдастарға бай әрі өте жылдам әсер етеді. Олар шашты аяздан және құрғаудан қорғайды. Оны нұсқаулығында көрсетілгеннен асыра пайдаланбаңыз. Әдетте 1-2 тамшысы жетеді. Бас терісін қайызғақтан қорғап, иммунитетті күшейтіңіз. Температураның күрт өзгеруі мен тар бас киім ұзақ киіп жүру әсерінен бас терісі құрғап, тітіркенеді және үстіңгі қабаты қабыршықтала бастайды. Ал қайызғақтан құтылу үшін зәйтүн, кастор, ошаған, кокос, бадам, жажоба майынан жасалған маскалар да жақсы нәтиже береді. Қысқы бас киімді дұрыс таңдаңыз. Жүн немесе тері сияқты табиғи материалдан жасалғанын таңдаңыз. Синтетикалық мата жылуды сақтамайды, ылғалды сіңірмейді. Бұған қоса бас терісінің демалуына кедергі келтіреді. Ақпарат ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.